Достар, сіздермен Казбей. Бүгін сіздерге осы яғни айтқанда телефонға арналған фотоаппарат, телевизор, DVD, проектор, тағы да басқа аппараттарды осы телефон арқылы басқаруға болатыны туралы үйретемін. Бұл приложениені Play Market'тен жазуға болады. Ол көбінесе айфондарға бармайды. Осы Samsung Galaxy S4, Note, яғни Galaxy Mega сондай телефондарға барады. Бірақ осы телефонның ішінде өзінде болады негізінде осындай build remote дейтін, бірақ оның ішінде функциялар аз. Яғни айтқанда, мысалға маған проекторды бұның баяғыдағы аты Watch-On дейтін болды. Ол қазір өзгеріп кетті. Соның ішінде барлығы болды. Проектор барлығы, ал мына қазір өзгеріп кетті. Оның ішінде қазір телевизорге каналдар, басқаша бір каналдарды сондайларды қосуға болады. Бұның ішінде көп жоқ. Сондықтан осы Play Market'те S-Smart Remote деген приложение бар. Яғни айтқанда банағыдай Note, Samsung Mega, S4-лерге барады. Скачать алуға болады. Оның ішіне кіргенде бәрі өте ыңғайлы жасалған. Бірінші кірген кезде аппараттарды таңдайды. Мысалға мен телевизор немесе кондиционер таңдауға болады. Фотоаппарат, проектор, центр аудиосистем дейді. Осы DVD барлығын таңдауға болады. Осы мысалы телевизор басыңыз келсе, мына жерден тауып аласыз. Жоқ болатын, мысалға Samsung болса, Samsung'те басасыз, осында телевизорында шығады. Мұны өшіріп басып, дауысын шығаруға болады. Сіздермен болған мен Казбей. Келесі кездескенше сау болыңыздар.